Қайырлы күн, қымбатты инста көрермен, қымбатты инста достар. Бүгінгі күн 6 шілде сіздермен бірге Мәдениет Орал парақшасының тікелей эфирінде мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтату, айшықтау және де осы мемлекеттік тілге деген құрметті одан әрі қарай жоғарылату мақсатында осы ағымдағы жылдың сәуір айында бастау алған мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен Орал қаласы әкімдігінің қолдауымен бастау алған керемет жобаның бүгінгі күні 3-ші шығарылымы. Баршаларыңызда эфирге қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі эфирдің 3-ші шығарылымының қонағы Шолпан Батырқызы Қыдырниязова. Шолпан апа, бүгінгі эфирге сөзімізді жерге тастамай келгеніңізге, уақыт арнап келгеніңізге алғыс айтамын сізге. Қалыңыз қалай? Рахмет, бәрі дұрыс. Мен осы айналайын алашымды, алаштың астанасының туған күніменен құттықтап алайыншы. Мереке құтты болсын, абыройымыз асқақтай берсін. Егеменді елдің ертеңіне қол созған астананың айдары желбірей берсін. Әумин, рахмет. Расымен де қымбатты инста көрермен, бүгін мерекелі күн, сол мерекемен баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі мерекелі күнге тұспа-тұс келген Шолпан Батырқызымен өтетін тікелей эфирден алыстамаңыздар. Мемлекеттік тіл мәселесіне одан қала берді Шолпан Батырқызының шығармашылық өміріне қоятын сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желі, яғни WhatsApp желісінің телефон нөмірі жазылған. Сонымен қатар дәл осы тікелей эфир барысында өз сауалдарыңызды, ақ тілектеріңізді жолдап отырсаңыздар болады. Енді Шолпан Батырқызы, сізге алғашқы сауал. Енді 30 жылдан бері ел болып, жер болып, осынау мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтатамыз, тұғырына тұрақты етіп қондырамыз деп сіздер бар, орта буын өкілдері бар, қала берді осы жас буын өкілдері барлығы жұмылып, жұдырық болып, әлде болсын жырлап келеміз ғой. Дей тұрғанмен де бір өкініштісі, әлі болсын өзінің тұрақты тұғырына қона алмай келеді. Осы жөнінде өзіңіз не айта аласыз? Тіл ұлттың жаны, оны бізден бұрынғылар айтып кеткен, сол ұранменен біз әлі күнге өмір сүріп келеміз. Ол нені көрсетеді? Ол тілдің өміршеңдігін көрсетеді. Егер мемлекет боламыз десек, мәңгілік ел боламыз десек, ұрпағымызды болашағы жарқын болады, жер бетінде қазақ дейтін ұлы халық қалыпты өмір сүреді десек, біз тіл туралы толғануды күн тәртібінен түсірмеуіміз керек. Тілде өмірмен бірге, қоғаммен бірге, саясатпен бірге, адаммен бірге дамитын тірі зат. Ол тірі, жанды дүние тіл деген. Аузыңды ашсаң, сенің ұлтыңның кім екенін тілің арқылы таниды. Адамзаттың ағзасы барлығы бірдей жаратылған. Қандай ұлт болсын, қай ұлттың өкілі болсын, ол бәрі де өзінің ана тілінің ұстанушысы, қолданушысы. Сондықтан да қоғамдағы, бүгінгі қоғамдағы, біздің қазақ елінің қоғамындағы тілдің дамуына небір қайғыға салынып, я болмаса аттанда байқай салып, немесе шу шығарып көшеге шығудың соншама қажеті жоқ деп есептеймін мен өз басым. Бұл менің өз пікірім. Себебі тілді дамытушы бізбіз. Біз тілді қолдансақ, біз тілді дамытсақ, сонда ғана тіліміз мәңгілік болып өмір сүреді. Жер бетінде қаншама тіл жойылып кетті. Әлем бойынша күніге 7000 тілі өледі екен. Сол өлетін тілдердің қатарында біздің Аллаға шүкір қазақ тілі жоқ. Неге? Себебі оның тұтынушысы бар, себебі оның қолданушысы бар, себебі оның жоқтаушысы бар. Тіл туралы заң егемендіктің алғашқы жылдарында 97 жылдың 11 шілдесінде қабылданды. Сол кездегі жағдайда сондай тіл заңын қабылдаудың өзі оңай болмағанын тіл майданында жүрген біздер жақсы түсінеміз.
Енді ол тілмен де біраз жерге келдік, біраз тауға шықтық, біраз мәселені шештік. Барды бар деп айтуымыз керектік, аузымызды құр шөппен сүрте бермей. Соның бүгінгі күнмен салыстыратын болсақ, әрине оның әлеуеті таусылды. Ол себебі ол өзіне жүктелген барлық міндетті абыроймен атқарып шықты ол заң. Енді заман өзгерді, адам өзгерді, қоғам өзгерді. Біздің ұлтымыздың пайыздық көрсеткіші 97 жылы 40% болса, қазірде олар 70-80%-ға жетті дейтін мәліметті алып отырмыз. Сондықтан да енді біздің тілдің тіршілігін бұдан да көрі жақсарту үшін, бұдан да көрі қоғамға, елге, мемлекетке қызметі істеуі үшін жаңа заң керек. Сол біз заңды сыйлайтын зиялы, зайырлы мемлекетпіз. Біз заңға сүйенеміз. Сол заңдарымыз мықты болса, қай салада да біздің қоғамымыз алға өрлеп дами береді. 30 жылда жеткен табысымыз аз емес, қай саланы алып қарасақ та. 30 жыл деген бұлай қарасаң көп сияқты. Ал енді ойлансаң көп емес. Бір жігіттің жас шалқып жүрген, ештеңеге жауап бергісі келмейтін қызықты өмірінің бір сәті сияқты. Міне осы 30 жылда біз өркендеп дамыдық, қазақ елін әлем таныды. Соның ішінде қазақ тілінде әлем, қазақ дейтін халық бар екен, қазақ тілі дейтін тіл бар екенін білді. Бұл үшін біз көкірегімізді керіп, демалып, мақтануымыз керек. Мен өзім ұлтыммен мақтанам. Менің ұлтым ұлы. Неге? Себебі осы тілді бізге жеткізген кімдер? Ол даналығы дәрия, ақылды қария біздің өткен бабаларымыз. Сол бабалардың ізін жалғау бізден кейінгілердің, бүгінгі отырған сенен кейінгінің парызы. Осы парызымызды адал өтесек, ана тіліміздің айбары асқақтай беретініне, ана ретіне сенімдім. Өте керемет, мінеки қымбатты көрермен, қымбатты инста достар, көрдіңіздер ғой. Бір ғана жолданған сауалдың өзіне тыңдап отырған адамның кереметтей ой түйе алатындай керемет сөздер айтты Шолпан Батырқызы. Ендеше келесі сауалым, жалпы енді қазіргі таңда елдік деңгейде, одан бөлек осы батыс өлкесінде тіліміздің ахуалы қандай деп белгілер едіңіз өзіңіз? Біздің батыс өлкесі Ресей губерниясының, Ресей елінің 5 губерниясымен шекаралас, өзі Европа қақпасы болып саналатын жеріміз ғой. Міне осы бағыттан қарасақ, біздің тілдік ахуалымыз көп облыстардан алда. Біз оны мойындауымыз керек. Біз айтамыз, бізде ойбай орысша сөйлейді, қазіргілер барлығын орысша тәрбиелеп жатыр деп, оның барлығын салыстырмалы түрде айтуға болады. Қазақ мектептерінің саны көбеюіменен, аралас мектептің қазақ мектебіне айналуыменен, қазақ балалар бақшасының көбеюіменен, осыныменен біз өзіміздің батыс өлкесіндегі тілдің мәртебесін төмен түсірмей ұстап тұрмыз. Негізінде отан отбасынан басталады дейді. Тәрбиенің басы отбасында, от анасының тілі қандай болса, баланың тілі солай шығады. Сондықтан да біздің батыс өлкесінде мынау аналар қоғамы бар, әйелдер кеңесі бар, тағы да басқа түрлі қоғамдық, қазақ тілі қоғамы бар, басқа да қоғамдық ұйымдардың барлығы, анау ардагерлер кеңесі бар, аталар, әжелер кеңестері бар. Барлығының мақсаты қызды болашақ ана ретінде және оның өзінің сәбиіне ана тілінде тәрбие беруге үлкен бір кешенді бағдарламамен жұмыс жүргізіп отыр. Мен соның ортасында жүрмін. Сондықтан да батыстағы тілдің ахуалы
балшыққа батып баратыр дейтін теріс пікірдегілерге айтарым, қатеде пікірде жүрсіңдер. Батыстың бағыты дұрыс. Керемет. Міне мына жерде біздің Инстаграм әлеуметтік желісінде Айман Жакупова есімді тыңдарманымыз жазыпты. Шолпан Батырқызы, өте дұрыс айтасыз. Ана қай тілде сөйлесе, бала сол тілде сөйлейді деген екен. Яғни сіздің айтып отырған пікіріңізге өзі де қосылып жатқандығын айтып жатыр. Қымбатты инста көрермен, қымбатты инста достар, мың алғыс сіздерге. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді дәл осылай кереметтей білдіріп, жолдар, сауалдарыңыз болса, міндетті түрде жаза отырыңыздар. Эфир барысында міндетті түрде жолданатын болады. Енді Шолпан апа, дәл осы мемлекеттік тіл, туған тіл, ана тілі дейтін болсақ, онымен бірге қосарлана тіл тазалығы деген дүние жүреді ғой. Қазіргі таңда осы тілдің тазалығы қаншалықты жоғары деңгейде? Енді бұл үлкен мәселе. Бұл тек қана біздің облыста емес, жалпы қазақ елінде, жалпы қай мемлекетте де, қай мемлекеттің халқының сөйлеу тілінде тіл тазалығы дейтін үлкен мәселе. Осы бағытта біздің мемлекетімізде, біздің жоғарғы оқу орындарымызда түрлі бағдарламалар қабылданып, жұмыс жасалып жатыр. Мынау біздің университеттерімізде сөйлеу мәдениеті дейтін сабақ жүреді. Міне осының барлығын біз дұрыс бағытпенен жүзеге асыруымыз керек. Сөйлеу тілдің шығуына байланысты. Баланың тілін үйде анасы шығарса, әжесі жетілдірсе, атасы бақыласа, ол бала дұрыс сөйлеуді үйренеді. Міне осы бағытта бала тілі бал деп біз кейде бала күнінен бастап балаға жаман сөз үйретіп, баланы еркелетіп, ерсі әңгімелерді айтып, сондай бір кейде соған куә болып қаламыз. Міне осылардың барлығын тыйып отыру үлкендердің міндеті. Сол әженің әдебі, атаның батасы, әкенің қабағы, ананың табағы, осы баланың басты бағдарламасы. Баланы тәтті тамақ бере отырып, тәтті тілменен, жақсы сөзбенен, жайдарлы, жарқын мінезбенен тәрбиелесең, бала жақсылыққа үйір болады. Мысалға мені атанам жақсылық ізде, жақсылық үйрен, жақсылық жаса деген девизбен тәрбиеледі. Осы девиз әр семьяның отбасында болса деген тілегім бар. Керемет, мінекей расымен де қай бір дүние болмасын отбасынан бастау алатындығына Шолпан апамыздың сөздерінен кейін тағы бір мәрте куә болғандаймыз. Расымен де тәрбие тал бесіктен басталады. Үйде қандай дүниені көрсе, бала өскенде түзде де, өз ортасында да сол дүниені бойынан өзгелерге ұсынатыны да сөзсіз. Сондықтан Шолпан апамыз айтып отырғандай, үйдегі, отбасындағы, ошақ қасындағы балапандарымыздың туған тілге деген құрметі шексіз болғандығын қаласаңыздар, әрине оның барлығын өздеріңізден, тәрбиеден бастау керек екен. Енді Шолпан апа, дәл қазіргі заманда осы бір ащы шындық бар. Ол өз тіліне деген құрметі төмен бола тұра, өзге тілді жоғары қойып, құрметін жоғарлатып жүргендеріміз де бар. Дәл сондай жас буын болсын, орта буын өкілдері болсын, ол кісілерге не айтар едіңіз? Не дейсіз ол кісілерге? Ол кісілердің көші керуені жүріп кеткен адамдар ғой. Жаңа айттық қой. Баланың тілі ана тілде шығу керек деп. Баланың тілі қай тілде шықса, бала қай тілде білім алса, сол тілге қызмет етеді. Оны біз айтқан жоқпыз, бізден бұрынғыларда айтты солай етіп. Міне менің жаңағы сенің айтып отқан адамдарыңыз сол категорияның адамдары. Олардың көші енді керуені алға кетіп қалды, оларды кері тәрбиелейміз, оларға әсер етеміз, олардың қайтадан тілін шығарамыз деген ол біздің ниетіміз, біздің тек көңіліміз. Оны былай қарағанда буыны бекіп кеткен баланың өзін, Макаренкінің өзі айтады ғой, 40 күннен кейін баламды қалай тәрбиелеймін деп алып келген анаға 40 күнге кешіктің деп. Енді 40-қан кеткен, 70-ке жеткен адамдарды қайта тәрбиелеудің қажеті жоқ. Енді оларға айтарым, айналайындар, өздерің ана тілін білмедіңдер, бал тілдің балын ішпедіңдер. Енді ұрпағыңызға ана тілдің уызын ішкізіңіздер.
Міне қазір саумал ішеміз деп бәрің шапқылап жүрсіңдер. Соның ішінде мен де болып қалам. Сонда орыс тілділер келіп қазақ тілінің қымызын ішпегенменен қазақтың жылқысының саумалын ішіп, қымызын ішіп отырсың ғой. Сол сияқты ендігі ұрпақтарыңызға ана тілдің айранын, қызыл тілдің қымызын ішкізуден бас тартыңдар. Өте керемет, мінеки тыңдар құлақ болса, ойына түйер саналы адам болса, керемет ой пікір. Және дәл қазір тікелей эфирімізде жазушы атымен тіркелген бір тыңдарманымыз, ұлт жолында еңбек еткен Шолпан апамыз әрдайым аман болсын, жайық айтысының санаулы жарық жұлдызы деп сізге кереметтей өзінің ақ тілегін жолдапты. Рахмет, аман болсын, жазушым. Рахмет, көптен көп қымбатты тыңдарман, қымбатты инста достар, тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Бүгін бізде қонақта тіл жанашыры ақын Шолпан Батырқызы Қыдырниязова. Шолпан апамызға қояр сауалдарыңыз болса, жолдар ақ тілектеріңіз болса, мемлекеттік тілге қатысты жолдар сауалдарыңыз болса, міндетті түрде жаза өтіңіздер. Біз эфир барысында міндетті түрде жолдайтын боламыз. Енді Шолпан апа, сәл енді тіл туралы біраз дүниені айттық қой, енді өзіңіздің шығармашылығыңызға оралып бір тыңдарманыңызға айтар ой пікіріңізге құлақ асайықшы. Жалпы сіздің осы Facebook әлеуметтік желісін ашып қалсақ, ең алғаш болып сіздің тәрбие сағатыңыз алдымыздан шыға келеді. Оның өзі керемет дүние. Өйткені қазір расымен де заман ағымы қаншалықты алға ілгері дамығанымен, үйде келініне дұрыс ақыл беретін ене азайып барады, қызына дұрыс ақыл бағыт бағдар беретін ана, тіптен немересіне ертегісін айтып, ақылын беріп отыратын ата әжелеріміз де азайып барады. Бірақ соның орнын сіздің осы тәрбие сағатыңыз толықтырып жүр десем де болады. Жалпы осы тәрбие сағатын жазуыңызға, дүниеге алып келуіңізге не түрткі болды? Мен осы әлеуметтік желіге тіркелдім ғой. Тіркелгеннен кейін көп ойланып жүрдім. Соны тіркелем бе, тіркелмейм бе, керек пе, керек емес пе дейтін де толғаныстар болды. Соны тіркелдім. Тіркелдім де көріп, біліп, содан есім шығып кетті. Оның мен осынан енді 6 жыл жұмыс жасап жатырмын. Сонда мен кірген уақыттағы әлеуметтік желінің бағдары, әлеуметтік желінің соны қолданушылардың мәдениеті барлығы бүгінгі күнмен салыстырғанда өте төмен болды. Қазір әлеуметтік желі де өсті. Әлеуметтік желінің де әлеуеті артуымен қара мәдениеті көтерілді. Мен сол жерде көре отырып өзім ойландым. Мәссаған қайда келдім? Мен енді бұнда не жазам? Мен мына ұл-қыздарыма қандай өнеге үлгі берем? Мен соның барлығын жаңағы келеңсіздік, оғаш сөз, былапыт әңгіме, соның барлығын кітап оқымағанның кесірі деп өзім түйіндедім. Қазіргі балдар кітап оқымайды, ұзақ әңгімеде оқымайды, журналда оқымайды, не істеу керек? Бұларға түйін түйдіру керек, бұларға қысқа да нұсқа ақыл кеңес беру керек. Негізгі мамандығым мұғалім ғой. Сосын ойладым, өмірден көргенім бар, тәжірибеден түйгенім бар. Мен бұларға шағын ғана тәрбие сағатын бастайын. Оқырман табылса оқыр, 10 бала оқыса, соның екеуі түзелсе, соның өзі осы қоғамға пайда емес пе? Үлкеннің қолынан не келеді? Үлкеннің қолынан бағыт бағдар беру, жанашырлық таныту, жаңағы жаман істен аластату. Осы бағыттағы жұмысымды жүргізейін деп тәрбие сағатымды бастадым. Соны жүргізіп келе жатырмын. Амандық болса жүргізе беремін. Себебі бұл менің хоббиім айналып кетті. Керемет, расымен де әрбір тәрбие сағатыңызды оқып отырсақ, расымен де өзімізге керекті дүниелер өте көп, ішінен түртіп, кәдімгідей күнделікті қыз тәрбиесінде де, бала тәрбиесінде де, жалпы қоғаммен араласқан уақытта да, одан кейін жаңағы өз ортаңда да қолдануға келерліктей, кәдімгідей өзің бір рухани байлық алатындай дүние енді. Осы жерде енді, осы эфирді пайдаланып, сол бір тәрбие сағатыңыздан тыңдарманға не айтар едіңіз? Тәрбие сағаты дейтін мынау соңғы соның бәрін жинақтап, мынау анадан ақыл, әжеден әдеп деп кітап қылып шығардым. Бұның барлығын енді сендер оқып атсыңдар. Мына кие деген жерін, ашып едім, кие деген жерден тіл киелі ғой.
Мына ашқан жерден киелегенге тап болдым. Соны оқиын мысалға. Шаш киелі. Кез келген жерге тастамай жинап, шашты жаймай жүріңдер. Содан неге дейтін сұрақты біреу қойса, мен оны таратып айта берем. Тіл киелі. Тілегің киінсе де, тілің тілінбесін, білінбесін. Өнер киелі. Өнерге адал болу керек. Адалды аруақ қолдайды. Жер киелі. Жерді қорға, қолда, күтіп, теріле, жауға ұлтарақ берме. Нан киелі. Нанды ғана Құранның үстіне қоюға болады деген содан қалған. Міне осының барлығын бізге ата-анамыз, бізден бұрынғы үлкендер айтты. Мен сол әлгі Мұқағали айтқан қазақтың қара өлеңін шекпен кигізіп қайта өзіне қайырдым дегендей, сол бабалардың айтқан сөзін бүгінгі заманға ыңғайлап, бүгінгі балдарға түсінікті қылып, қайтадан соны өздеріне ұсынып отырмын. Себебі менің бұл қазақ ретіндегі ана тілімнің алдындағы парызым. Осы жазбаммен де парызымды өтеуге үлесімді қосып жүрмін деп есептеп, өзімді өте бақытты санаймын. Керемет, керемет, өте керемет. Расымен де Шолпан апа, қазір отырып осы бір кітабыңызға қатты қызығып та отырмын. Расымен де ішін ашып қалсаң байқап отырмын. Әрбір жерінен кәдімгідей мәнді, мағыналы, тәрбиесі, тәлімі мол кітап екені көрініп тұр. Мына жерде тағы бір тұр екен, соны оқи қояйын. Бұзылу деген мысалға, бұзылу. Ұл бұзылса жұртқасын, қыз бұзылса ұлтқасын, ер бұзылса серт кетер, әйел бұзылса дерт кетер, заң бұзылса лаң болар, ел бұзылса жер болар, көңілі толы шер болар, бас бұзылса тіс кетер, ас бұзылса іш кетер, жас бұзылса істетер, бармағыңды тістетер, ұлт бұзылса салт кетер, салты жоқтың қалқы жоқ. Өте керемет. Расымен де барлық дүниені қамтыған әдемі нақыл сөз екен. Енді Шолпан апа, дәл қазір осы тікелей эфирімізде тағы бір Анаргүл есімді біздің тыңдарманымыз, көрерменіміз мынандай жазба қалдырыпты. Шолпан апа, сәлеметсіз бе? Қазіргі қоғам шындыққа ренжиді. Жастарға ақыл айтса мүлде тыңдамайды, ренжіп көңіліне алып қалады. Қайтпек керек? Өлеңмен жауап берейін. Жақсы, ендеше құлақ түрейік, қымбатты инста көрермен достар. Жарау үшін кәдесіне қалқыңның, қадірін біл әр сағаттың, әр күннің, шындық іздеп шар тараптан шаршама, шындық деген жүрегінде әркімнің. Пәтуәлі сөзге ғана дес бергін, көшелі іс атқаратын көшкергін, құлқынына құл боп кеткен жандарды пендешілік жеңетінін ескергін, өмірдің бар қайғысы мен азабы, уақыт бәрін кезегімен жазады, жазылмайтын бір кесел ол күншілдік құлагердің алдынан ор қазады. Адалдық бар мөлдіреген сезімде, сұлулық бар құралайдың көзінде, адалдық деп, сұлулық деп бөсіп жүр табанға сап таптағандар кезінде. Тас кеуделер тасатса да тасадан бір есебін келдіреді жасаған. Иман жайлы дәріс беріп жүр бүгін имансыздық кезінде өзі жасаған. Нағыз дос ол қымбат дәулен бақтан да, сені сақтап өзі түсер қақпанға. Дос туралы көлгірсейді көз жұмып, адал досты абыройды сатқандар. Бақ жанғанда көбейеді досыңда, бақтайғанда бәрі қашып шошынған. Қыл үстінде ақ қараны айырсаң, тіршіліктің нағыз мәні осында. Сондықтан да ақыл айтқанда да, нақыл айтқанда да, батыл айтқанда да өте сақ болу керек. Себебі менің анам ән салып отыратын: қас батырды сынама жаралыда, қас сұлуды сынама қаралыда, өзіңе өзге қамқор болсын десең, басқаның байқап сөйле қабағына дейді. Сондықтан да мына бүгінгі қаталдық, қатыгездік етек жайған заманда әрбір адамның көңіл кілтін табу үшін өзіміз мәдениетті,
болуымыз керек деп есептеймін. Өзің мәдениетті болсаң, өзге адамға ықпалың жүреді. Өзіміз өнеге болайық, бәрін өзімізден бастайық. Бәрін өзімізден бастайық. Расымен де қымбатты инста көрермен, инста достар, мінекей кереметтей өлең жолдарымен көбіне ой салды деген ниеттеміз. Енді дәл сол тіл мәселесіне қайта оралып, дәл осы жерде кереметтей жазба тұр екен. Шолпан Батырқызы заңғар жазушымыз Әбіш Кекілбайұлы айтқандай, тілсіздік атасыздыққа, атасыздық отансыздыққа, отансыздық опасыздыққа, опасыздық имансыздыққа апарады дейді. Сіз осы турасында не айтасыз? Әбіштен асырып ештеңе айта алмаймын. Тек қана қолымды көтеріп тағзым етемін. Расымен де дұрыс дейсіз ғой, қай бір дүниенің астарын алып қарасаң да, расымен де жүректе үлкен имандылық болатын болса, оның өзі сені тура жолға бастайды, дұрыс дүние жасауға бастайды. Енді Шолпан апа, осы енді сізде тіл жанашыры ретінде осы күнге дейін енді тіліміз өссе екен, өшпесе екен, тіліміздің қолданыс аясы кеңейсе екен, соның ішінде сіздер енді өз жастарыңыздан жағы біздерден бастау алып, келешекке, болашаққа жетсе екен деген ұранмен келе жатырсыздар ғой. Енді дәл қазіргі бүгінгі жас буын өкілдеріне, өскелең ұрпаққа, тілге деген құрметтері арту үшін не айтасыз? Ол айтқанменен, біз айтқанменен тілге деген құрмет айтумен артпайды. Тілге деген құрмет біздің көрсеткен өнегемізден, біздің өткен жолымыздан, біздің үлгімізден, біздің берген тәрбиемізден, тәлімімізден артады. Сондықтан да әр қазақ тіл үшін күресу керек, тілдің туын тіктеу керек, ұлттық намысын ояту керек ұрпағының. Сонда ғана ол жастар ілесет көшке. Негізі біздер жастарға көп кінә артамыз. Мен оған қарсымын. Керемет, жақсы, білімді, еркін ойлайтын, батыл айта алатын, іскер жастар көп бізде. Біз солардың жолын ашып, соларға қамқорлық жасап, солар мынау қоғамның өміріне араласуға, билікке араласуға бағыт бағдар беріп, соларды қанаттандыруымыз керек. Бізде осы жұмыс жетпейді. Бізде қоғамда әлі де тамыр таныстық, біреулер арқылы керемет талантты балдар өте алмай, сол жаңағы тамыр таныс арқылы өтіп кеткен адамдар бар екенін білеміз, куәміз. Міне осындай келеңсіздіктерін жолын біз қоғам болып кесуіміз керек. Себебі қоғам дұрысталу үшін қоғамның көшін бастайтын адамдар билікке келіп жұмыс жасау керек. Сондай жастар бізде бар. Сол жастардың бағы жана берсін, айналайындар, шаршамаңдар, бақтарың ашылмай жүрсе мойымаңдар. Өмір дегеннің өзі күрес, сол күресте талмау керек. Күресу арқылы ғана, еңбек арқылы ғана, тер төгу арқылы ғана, төзім арқылы ғана төбеге шығасыңдар. Төбелерің биік болсын. Расымен керемет. Шолпан апа, сізді тыңдап отырсам, дәл қазір мен секілді тыңдап отырған, осы эфирдің ар жағын бақылап отырған жас буын өкілдерінің өзі сіздің осынау сөздеріңізден көп күш, жігер, қуат алды деп ойлаймын. Өйткені көбіне қазір қоғамда болсын, көгілдір экраннан болсын, көрсек қашанда жастарға кінә артып жататын аға-апаларымыз өте көп. Жастар білмейді, жастар тыңдамайды, ақыл айтсаң ренжиді деген секілді. Бірақ сіздің көрер көзге жақсылық көргісі келсе, расымен де жақсылықты көруге болады. Жамандықтың өзінен жақсылық көргің келсе, ол жерден де тамаша жақсылық көруге болады деген ой пікіріңіздің өзінен жастар қазір тамаша өздеріне бір күш-жігер алып, болашақта дәл осы сіздің сөздеріңізден қуат ала отырып, өздерінің бір іште жатқан тамаша жігерлерін оята білді деген ниеттемін. Енді Шолпан апа, дәл тағы да айтып кетерім, енді жырлап келе жатқаныңызға аз уақыт емес қой, 30 жыл дегеннің өзі. Енді осы күнге дейін айта алмадым ау, айтсам екен, немесе жеткізсем екен, осы тілге қатысты осы дүние қолға алынса екен, осы дүние жасалса екен деп бір өзіңіздің көкейіңізде, түкпіріңізде жатқан бір дүниелер бар ма? Мысалға жаңа тіл туралы заң керек деп отырмын, ол міндетті түрде керек. Осы заңды біз жетілдірілген бір жақсы бағытта, қоғам қолдайтын бағытта қабылдауға атсалысуымыз керек. Оны
Енді мынау аномастика мәселесі толғандырады мені. Аномастика мәселесі де, аномастика туралы тұжырымдама дүниеге келді. Ол да жұмыс жасап жатыр. Бірақ оның кемшін тұстары көп. Анау елді мекендерге ат берерде мемлекет бекітіп қойған бір тізімдер бар. Өткізбейтін тағы да басқа түрлі нелер, бір кедергілер бар. Солардың барлығы жойылса, менің тарихи қазақ елімнің тарихи атаулары оралса, осы бағытта бір кешенді жұмыс қолға алынып, қазақтың елі, жері өзінің туған атаулары менен аталса, сонда біздің жас ұрпағымыз өзінің тарихын білер еді, туған жердің қасиеті мен қадірін. Себебі әр атаудың бір керемет өзінің беретін құдіретті күші бар. Сол, мысалға қара төбе деймі, ол неге қара төбе, мысалға ол неге олай аталды деп ойланып қаласың ғой. Сол сияқты, мысалы жаңа қала, ол неге жаңа қала болды деген сияқты сондай бағыттағы менің арманым аномастикалық мәселенің сол жолға қоятын кезеңі келді. Бұған біз бәріміз батыл қызмет етуіміз керек. Мынау қазір бұрын дейтін қалай болса солай, мына жарнамалар, әркім өзінің білгенін жазып, біреуін әрі қаратып, біреуін бері қаратып, бәрі де түзеліп келе жатыр. Біздің бір неміз, қазақтың мінезіндегі бір қателігіміз, біз тек бәрін бір күнде тек сыпырғышпен сыпырсағандай қылып жасауымыз керек. Жоқ, олай емес ағайын, төзім керек. Төзімменен, ақылменен, жылы-жылы сөйлесең жыланынан шығады дегендей, түсіністікпенен, татулықпенен. Біздің бабаларымыз ұлан байтақ даланы бірлік үшін, бірліктің арқасында ұстап қалды ғой. Сол бірлікті бұзбай, сол бірліктің ішінде түсіністікпен тірлік жасасақ, біздің тілдің майданы қызып, өзінің барар межесіне жетеді деп ойлаймын. Керемет, мінекей эфирімізде өзінің шарықтау шегіне жетіп қалған секілді. Енді соңғы түйін ретінде жалпы туған тіл сізге не берді? Сіз туған тілге не бердіңіз? Мен туған тілге өндіріп ештеңе бере алмаған болармын деп өзім солай ойлаймын. Бірақ айналайын туған тілім, мен сені өлгенше ту етіп ұстап өтемін. Мен сен ақырғы демім біткенше ең соңғы тілім келсе Алла деген сөзді де сенің маған анамның сүтімен енген ана тілімде айтып кетемін. Туған тіл маған не берді? Туған тіл маған ақындықты сыйлады. Туған тіл маған бақ берді. Туған тіл маған талмайтын жақ берді. Туған тіл маған мені шолпан қылды, елге танытты. Мен туған тілімнің арқасында айтыстың туын көтердім, абыройлы болдым. Мен туған тілге қарыздармын. Ол қарызымды өтермін, кеткенше өтей алмаспын, бірақ мен өзімнің тілім үшін жанымды пида етуге даяр адаммын. Ана тілім өйткені менің арым, ана тілім барым, ана тілім менің алтын қазықты қазағымның тілі. Ұлтымды сүйемін, қазағыма қызмет етемін, сол үшін жер басып жүргенім үшін Аллаға ризамын. Керемет, Шолпан Батырқызы, сізге мың алғыс. Кереметте осындай өзіңіздің аналық жүрегіңізбен, ақындық жүрегіңізбен, адамдық жүрегіңізбен, мінекей тыңдаған адамға кереметте ой саларлықтай, ой түйерліктей, ақылға қонымды, көңілге жағымды, кереметте пікірлеріңізбен бөліскеніңізге, уақытыңызды тауып келгеніңізге мың алғыс деймін. Тек қана аман жүріңіз. Келер ұрпаққа, өскелең ұрпаққа береріңіз көбейе берсін, жазарыңыз таусылмасын, ең бастысы аманшылық тілеймін сізге. Неке қымбатты тыңдарман, жарты сағат көлемінде бізбен бірге болғаныңызға сіздерге тек қана алғыс айтамыз. Сіз болып, біз болып, ел болып, жер болып, туған тіліміздің мәртебесін асқақтату жолында аянбай еңбек етейік. Өйткені тілдің мәртебесінің асқақ болғаны өзгеге емес, әрине ең бірінші өзімізге керек. Сондықтан барлығын өзімізден бастаған дұрыс деп білемін. Туған тілге деген құрмет, өзіміздің анамызға деген махаббат қаншалықты биік болса, сондай биік болуы керек деп ойлаймын. Келесі шығарылымдарды асыға күтіңіздер. Әр эфирде, әр шығарылымда бізбен бірге болуды ұмытпаңыздар деймін. Уақыт бөліп, бізді бағдарлап, бізге ақ тілек жолдағандарыңызға
алғыс білдіремін. Аманшылықта болайық.